Ассалаумағалейкум достар. Сен бүгін мистерге Робертін білесіздер ғой. Комбо тарту стилі бар ғой емес. Соны қазір істеудемін. Мына нормально шығады екен ондай мен. Мистер комбо тарту стилі мистерге көрсететін боламын бүгін видеода. Ал сіздер бұл видеоны көрместен бұрын лайк басып подписка етіңіздер. Ал бұл видеоға кеттік. Ал кеттік достар. Біз бірінші достар. Қолды жаттықтыру үшін бізге біз өзіміздің скиллді көтеру үшін, басқа беру үшін бірақ достар, тоқтаңызшы, мен сіздерге комбо тарту стилін көрсетті. Бірінші не көрсетіп кетейін. Настройканы көрсетіп кетейін. Неді настройкамен байланысты. Бізге настройканы көрсетсек, обзор 100, коллиматор өздеріңіз қалаған 52, 2x прицел 100, 4x прицел 86, снайперский прицел 19, свободный обзор обсушал. Ал енді настройкаға кнопкаға келсек, бізде ол 52 болады. Ал бізде кетіп қалды. Бізде комбо тарту стилін не үшін достар, сіздер оны Робиттен неше сатты телеграмма кіріп не істеп жүрмей мені жереме салыңыздар. Бірінші көтереміз, кнопканы көтереміз, сосын бүйтіп оң жақ шетіне апарамыз. Ал кеттік. Достар, просто мен жасау қоймын. Бұны тек қолдан үйрену керек. Бұны жасау үшін бізге достар, бұл қатып жатыр. Ешелесте мен телефонмен ойнаудамын. Енді сіздер видеода көріп тұрғаныңыздай біз мынандай настройкаларымыз ұшып тұр. Біз Роберттің настройкасын дұрыс деп санаймыз. Өйткені көріп тұрғаныңыздарда әлі бұрынғы видеода көргендеріңізде біз просто Роберттің настройкасын алғанбыз. Ал ол кезде де жақсы ұшты, бірақ былай мүлде түсті. Мен сияқты, бірақ достар, мен сияқты көбінесе көзеп атқанда көтеріп ату керек. Бірақ ондайды істей алмайды екенмін. Алдағы уақытта ондайды сіздерге де көрсетемін. Бұны тартатын кезде примерно айтайын. Бүйтесіздерді көтеріп секіресіздерде атасыздар. Бірінші телефоныңызды былай көтеріп тұру керек. Көбінесе былай үстіне келгенде күшті керек болады. Мен ондай дұрыс жасай алмайды екен. Ал біз өзіміздің видеоға кеттік. Ал бізде бірінші қазір бүйтеміз. Туда. Достар, мен түсірім кімге ұқсап тұр? Конечно, өзіме ұқсап тұр. Маған ұқсамайды, менің мақтанар емес. Дегіға ұшты керек еді. Достар, онда дегіға ұшусын бүйтейік. Маған немен тұрса біртүрлі көрінеді, сосын атамы тұрында көрсетейін. Алдағы уақытта сіздерге персонаждарды көрсететін боламыз. Мен қазіргі персонаждарыма қарамай қойыңыздар. Мен бұны тек өзім негізі алған ғой бұл рейтинге. Бірақ мен өзім бұны таңдап алған жоқпын, өзіме ойыма келгенде алғым. Достар, осыға дейінгі видеоға дүкенкі сияқты көп просмотр, көп лайк жинап кетіңіздер. Мен сіздерді қолдап күтемін. Ал біз комбо тарту стил бар ғой. Ал біз оны қазір мен қолмен жасайын, әпсе біртүрлі көрініп қалар. Қараңыздар, қолды көтересіздер. Мен сіздерге 3 тәсілді көрсететін боламын. Ол 3 тәсіл, біріншісі ол бұл бізде бірінші бізде Роберттің бұрынғы тарту стилі бір, бұны 3-ші орынға тастырамыз. Мына бірінші орынға астыға түсіреміз, сосын көтереміз. Мына бірінші
Қазір мен UMP жасап көрейік. UMP. Не болды, үшінші орынға қойдым, өйткені бұл да ондай қатты шығады демеймін. Ал бізде екінші стилді қазір жасап кететін боламыз. Ал екінші стил бізде ол былай шешек жасайық. Былай жасасақ, былай да шешек жасаймыз. Былай шешекті айдалдырамыз. Мен бұны екінші орынға ойнатайын ба? Бұны көбінесе адам сезін оң жағынан сол жағынан секіріп келген кезде басына ату оңайырақ болады деген сөз ғой бұл. Ал достар, біздің өзіміздің комбо тарту скиллына кеттік. Біз шығып ультиматумға кірейік. Ал біз кеттік. Ой, жайт кеттік. Ультиматум. Біз кеттік ультиматумға келістетін болайық. Бұл тарту стилін біз тренировкадан қарағанда тренировкада барлық настройка аша береді. Сондықтан біз бірінші дигілді алайық. Сол дигілмен ойнап көрейік. Мештеге бағаным маған айттыңыз шет жақтан. Бірақ ол сіздің екені жүреді бұл жарыстар. Ал достар, мен сіздерге келесі видеоларда қандай видео салсам болады, соған комментарияға жазып кетіңіздер. Ал жүріп кеттік. Где-то ана адам ойлап. Ай, мындан секіріп келді. Братан, хорош, братан. Давай, ата сайын ба? Достар, ата сайын ба наны? Анның Wi-Fi істемей қалған сияқты, брат, сенде, онда басына бір рет қата сайын. Да, екінші раунд болсын. Екінші раундта біз оған не билейік мүмкіндік что-то. Ана автомат дигілін алу үргенмеген сияқты. Ода пингстап, сосын аламай қалған секілді. Ал кеттік, ол екінші раунд алды екен. Ал ұстап алайық, ана басына қадап алайықшы. Ватчар алып алған сияқты, мен басына оның ақын білемін что-то. Что? Ей! Жарайды. Мен сөзімді өлтірейін ба? Достар, мен сіздер үшін мен мына баланы өлтірмеймін. Ал кеттім, өлем өзі. Мен сіздер үшін өлмеймін. Чуть өлме, браттар. Ей, достар. Мен емес, ана өліп қалды ғой. Немене өліп қалды? Ол зона өліп қалды жақтым. Достар, осындай. Менің ойыншымда мен подчигім сияқты деп айтпақ қойын, енді өзінде автомат жоқ. Достар, енді мен сіздерге алдағы уақытта күшті контенттер көрсетуім мүмкін. Ал мынау. Достар. Достар, көзіңіздер ма? Менің скиллім ғой қатакта. Мен абын король болмасам да мен нормально ойнап қойым, Бірақ мен ана екінші раундтан басын беріп өлтіре салу керек еді, өзім өліп қалды просто. Что-то ана маған раунд беріп атқан сияқты. Пранкер емес па? Пранкер дегенде андай өтірік 4 раунд береді да, короче. Қалған раундтардың бәрін басына қадай салады дегендей. Ембешті ойнап көрейік. Басын бере салды дейсің ғой. Бірінші оқтан басқа берсе күшті кетеді. Ой, достар, болмай қалды мынау. Жарайды, достар, онда мен сіздерге аккаунтымды таныстырмай қояйын. Ойнап айтамын.
Мен аккаунтымды білгілеріңіз келсе, мен осы аккаунтты білесіздер ме, 1 жыл ойнадым, ал мен сіздерге хотя бы олар ішінде қанша киім бар екенін көрсете салайын. Міне, бас киімдерде бізде 47, мыналар очкиларды, очки ма білмеймін, осылардан 21, мынаяқта 14, ал мынау 97, мынау 62, мынау 50. Автоматтарды сосын өздеріңіз көресіздер. Достар, онда сіздер осы видеоға лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Онда мен сіздермен қоштасатын уақыт келді. Давайте. Достар, адамның еңбегін бағалап, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Ал сау болыңыздар.